Кайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді болып шығатын чикен бургер дайындайтын боламыз. Алдымен оған керек заттарды айта кетейік. Бургерге арналған арнайы нан және де самұрық листья жапырағы, бургерге арналған сыр және де тауық еті. Бізге екі түрлі соустар қажет болады, оны төменге жазып кетемін, қарап көрсеңіздер болады. Алдымен біз филемізді осылай шанышқын көмегімен тесіп аламыз және де бөлек бір ыдысқа суды, ұнды салып, жақсылап араластырып, клер жасайтын боламыз. Одан кейін үстіне біз тұз, қызыл бұрыш және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Салған дәмдеуіштерімізді жақсылап араластырып, енді үстіне тауық еттерін салып, оны да араластырып 20 немесе жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді біз бургеріміздің ішіне қосатын заттарымызды дайындап аламыз. Осылай тұздалған қиярымызды томалақтап кесіп аламыз және де қызанақты да жартысын осылай кесіп шығатын боламыз. Барлығын осылай видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Енді біз қайнап тұрған майымызға клерға араласқан тауық етін осылай қуырып алатын боламыз. Айтпақшы, мен бұны оңға былғамадым. Клердан шыққаннан кейін оңға былғап пісірсеңіздер, өте күшті қытырлақ болып шығады. Мен оны ұмытып кетіппін, оңға былғауды. Осылай да жақсы шықты. Енді бургердің нанын осылай табамызға іш жағын қойып, аздап қыздырып алатын боламыз. Осындай болып шығуы керек бізде. Енді біз бургерімізді құрастыратын боламыз. Осы соустармен жасап көрсеңіздер өте дәмді болып шығады. Біреуін астына және де екіншісін үстіңгі бөлігіне жағып алып, одан кейін осылай видеодағыдай бәрін құрастырып шығатын боламыз. Айтпақшы, мен біреуін самұрықпен дайындап көрдім, өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де дайындап көріңіздер. Әсіресе самұрықты ұнататын жандар үшін бұл өте керемет. Самұрықты пиязбен және де аздаған майға салып қуырып алдым. Дайын болған бургерлерімізді осылай табамызға салып, бетін жауып, кішкене қыздырып алатын боламыз. Сонда өте дәмді және де ыстықтай жейтін боласыздар. Бірақ бұны істеу маңызды емес. Мінеке біздің бургерлеріміз дайын, өте дәмді болып шықты, барлығы таласып жеп алды. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен өзім бірінші рет жасап және де қатты ұнатып қалдым. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және де каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана.